Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі видеода мен жаңа сериал түсіретін боламын. Бұл сериалдың тақырыбы өзінше қыз. Бірінші бөлімі. Достар, бұл сериалды осыға сұраған болатын. Мен сол себепті осы сериалды түсіріп отырмын. Және де достар, тез 1000 подписчикке жеткізсеңіздер өтінемін. Өйткені 1000 подписчикке жеткен кезде мен сұрақ-жауап видеосын түсіремін. Және де достар, немін сообществода жүрсеңіздер, мен сообществоға көп нәрселер жазамын. Сіздер көбісі сообществоға негізі комментариясына жазбайды. Сол себепті сообществода жүрсеңіздер. Ал достар, енді сіздер бұл сериалды бастамас бұрын лайк пен подписканы ұмытпаңыздар. Ал біз сериалымызды бастаймыз. Кеттік. Айда уже қанша жарты сағат болды ғой, қашан келеді екен? Су ғой. Мен қарным ашып кетті, сеніңше? Менің де қарным ашып тұрған сияқты. Онда мен саған коктейль алып берейін, мен өзіме зе алайын. Мына жақтың адамы бар ма екен? Сәлеметсіздер ме? Сіздерге не керек? Сіз осы жердің екесісіз ба? Міне. Келіңіздер, алыңыздар. Не аласыздар? Маған 2 коктейль бересіз бе? Қандай түрлерінен? Сен қандай түрін жейсің? Маған шоколадный ала бер. Жарайды, 2 шоколадный бере салыңызшы. Ореосымен. Жарайды. Мінекей. Қанша теңге болды? 2000 теңге болды. Міне аударып қойдым. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет, досым. Енді Айданы күту керек. Ал оған дейін коктейлімізді ішіп алайық. Қыздар, өте ұзақ уақыт болып кеттім ба? Жоқ, нормально, бірақ жарты сағат күттік қой сені. Не? Сен де мен сияқты киім киіп алғансың ба? Бірші. Аяла, мен саған айттым ғой, мен сияқты киім кие бермеш. Алдында да мен сияқты киім кигенді. Енді сен осындай мен сияқты киім киеді деп ойламадым. Бірші. Не білесің? Енді мен білмей қалдым ғой сенің осындай киім алатыныңды. Бірде болып жүреміз ба енді? Болды, қыздар, қой беріңдерші, киімге болды ұшытпай. Оданша лучше қыдырайық, давай. Неқта бір кекстер, пирогтар сататын бір жер бар екен. Давай сол жерге барып, жейтін нәрселер алармыз. Жарайды, кеттік. Қыздар, менің ақшам жоқ еді. Мен үйге қайтар беремін мүмкін. Оның үстіне таксиге де ақшам шықпай тұр. Жоқ, неге қайтасың? Өзім ақ төліп берем саған. Айтқан еді қой, біз келесі еді қой. Кеше ғана 20 000, 30 000 алып шығамыз деп. Мен 50 000 теңге алып шықтым. Даже 50 000-нан да көп ақша алып шықтым. Қыздар, енді білмей қалдым, просто енді менде ақша жоқ болып тұр оның үстіне. Енді ата-анамнан сұрамайсың ба? Қыздар, енді бізде қарыздар көбейіп кетті, оның үстіне ата-анамның да кредит, қарыз дегенде өте көбейіп кетті. Сол себепті маған ата-анам ақша бермеді. Сен орнына өзім төлеп беремін. Оның үстіне жан құрбымыз ғой біз үшеуміз. Мүмкін Айда екеуміз бірге наған ақша төлеріміз. Қойшы. Мен бұл ақшаны өзім ата-анамнан сұрандым. Оның үстіне мен ата-анам ешкімге бермеді, өзін қор деді, мен бере алмаймын. Жарайды, өзім ақ төлеп бере саламын. Мен өте көп ақша алып шықтым. Жоқ, керек емес, ұят болып қаларды. Жоқ, өзім төлеп беремін. Шын ба? Кеттік, онда күшті тәттілер алайық. Жарайды. Келіңдер отырайық. Аяла отырайым? Міне отырдым.
Так, онда не заказ етсек болады? Онда так, кеттік онда бірінші заказ етіп келейік, көріп келейік, иә? Давай, кеттік, көріп келейік. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Сіздерде десерт бар ма? Иә, міне десерттер, пирогтар бар, және де коктейльдер де бар, өте күшті нәрсе, жейтін нәрселер бар. Және де қазір бізде скидка болады, небәрі 3-ақ күнде 3 күн скидка болады. Мәна, скидка өте күшті ғой. То, сен айтпақ қойшы. Сенің ақшаң жоқ қой, по-любому, скидка болса да ақшаң жетпейтін шығар. Я, мүмкін жетпейтін шығар. Аяла болды, оған мән бермей қойшы. Жарайды. Ал онда таңдап алайық десерттерімізді, и потом коктейль алайық, иә? Бізге коктейль бересіз бе, тағы 3 коктейль? Жарайды қазір. Ал мінеки, алыңыздар. Біздің қолымыз бос емес еді. Қазір ақшамыз беріп алайық. Ал міне ақшаны салдым. Қыздар, кеттік, әкемна кофе бере салшы маған. Рахмет. Мінеки, мен де төледім. Рахмет. Сау болыңдар, келіп тұрыңдар. Той, жаңағы ағайда сау болыңдар депші. Бір түрлікен. Біз кет бара жатқандай айтты ғой сегі. Ой, қой берш, бәрібір ғой. Кеттік оданша. Барып, үшеуміз әңгімелесіп, шай ішіп алайық. Жанерке, саған өте көп рахмет. Маған бүкіл нәрсені әпердің ғой, жаңада коктейль әпердің. Я, оқасы жоқ. Құрбамсың ғой, по-любому. Той, маған сүйтпейсің да ғой сен. Енді сенің ақшан бар ғой, егер сенің ақшан жоқ болса, мен саған да берер едім. Жарайды, кеттік оданша. Достар, осымен менің сериям аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ал всем пока. Екінші бөлімнен күтіңіздер.